Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл областной центр репродуктивный медицина бойынша, Астана бойынша. Есіміңіз Бауыржан ба? Иә, Бауыржан. Қандай центр дейсіз? Репродуктивный ұрықтандыру центрі. Сіз жеке данный номерларыңызды қалдырыпсыз біздің сайтта. Онда ештеңе қалдырмаған едім ғой. Сіз сөйлесе аласыз ба қазір? Сіз қазір жұмыс істедім негізі. Сізге қызық болып жатыр бірақ. Маған бір 5-10 минутыңызды бөле аласыз ба? Қазір түсіндіріп берейін. Айтып қойыңыз. Осындай бізде ұрықтандыру жасанды түрде кішкене сыйлығымыз бар, ақшалай түрде. Егер келіп, анализдеріңізді тапсырып кетсеңіз, ертең күндізгі 9-дан 12-ге дейін жұмыс істейміз. Ол қанша болады? Қайсыға сұрағанда? Бір ұрығыңыз 10 мың теңге. 10 мың теңге? Жақсы кен. Жақсы дегенде келіп тапсырып кетсеңіз болады. Донор болуға қалай қарайсыз? Жасанды түрде сізге жеке кабинет береміз. Камера бірдеңеге түсіріп тұрмай ма? Жоқ, бізде конфиденциальность өте жоғарғы. Бұл құпия түрде. Тіпті мен сізге звондап тұрғаным барлығы құпия түрде қалады. Ешқай жерде көрсетілмейді. Қыздар бірдеңелер бола ма негізі? Жоқ, қыздар болмайды. Бізде специальный кабинетте фильмдер болады. Сізге специальный резинка құрылғының ішіне салып бітіретін боласыз. Өз өзіңмен бір түрлі сияқты ғой? Жоқ, егер тіпті эволюция іске асатын болса, сіз тыңдаңыз, сіз біздің донор болғаныңыз үшін ай сайын сізге 60 мың түрде премия түсетін болады, сондықтан өте ойланатын дүние. 60 мың теңге? Иә. 60 мың дейсіз ба? Иә. Артынан адам әкелсем болмай ма? Егер бұл конфиденциальность түрінде ғой, біздің сайтта қалдыру керек, жеке номерім болмайды. Енді болып жатса, қарастыруға болады. Сонда каждый бір ұрық сайын сонда 10 теңге беріп отырасыздар ма? Иә, әрине. Анда 3-4 рет болмай екен, бірден беріп кетуге 30-40 мың теңге алып кететін. Ол жағын бәрін қарастырамыз, ұрығыңыз жақсы болса болды. Айтып отырмын ғой, КамАЗ жоқының етін ұрып жатыр көбірек. Дұрыс. Өте жақсы. Сіз есіміңіз кім дедіңіз? Мен есімім Айгүл болады. Бас дәрігерім осы. Оны не үшін жинап отырсыздар? Сол эволюцияны жаңарту, медицина жаңалға келу. Андай көтермей жүрген әйелдерге бересіздер ма сонда? Сіз сайтты оқымағансыз ғой. Сіздің ұрығыңызды аламыз да, жануарға, яғни есекке, сиырға ұрықтандырып көреді. Есекке дейді? Прикол ұстағансыз ба? Жоқ, кешіріңіз. Ол сондай медицина кезде дамыған. Есекті ұрықтандырып көреміз, есекті. Қойыңдар, ертең бір қозып кетті. Маған ұқсайды біреу кетіп тұрар да. Ұрықтар айтасыздар де. Адам миына қонатын нәрсе кетті. Қаржы енді ойланыңыз. Бір ұрыққа 10 мың теңге ойланыңыз.